шұғыл хабарлама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Путин Азербайжан ұшағының Ақтау маңында апатқа ұшырауына не себеп болуы мүмкін екенін айтты. 9 қазанда Владимир Путин мен Ильхам Алиев Душанбеде кездесті. Бұл президенттердің өткен жылғы Азербайжандық ұшақ апатынан кейінгі алғашқы жүзбе-жүз кездесуі деп хабарлайды 24 кз. Ресей президентінің айтуына қарағанда, тергеу аяқталуға жақын және апаттың бірнеше себебі белгілі болған. Бірінші себебі Ресей шекарасынан өткен 3 украиналық дрон. Екінші себеп Ресейдің әуе қорғанысы жүйесіндегі техникалық ақаулар. Ал ұшыралған 2 зымыран лайнерге тікелей соққы жасаған жоқ. Ол болғай жағдайда ұшақ сол сәтте жерге құлап жарылатын еді. Бәлкім шамамен 10 метр жерде өзін-өзі жою әрекеті іске қосылған. Зымырандардың сынақтары ұшаққа тиген, сондықтан ұшқыш мұны құстармен соқтығысу ретінде қабылдады. Ол ресейлік диспетчерлерге осылай деді, және мұның бәрі қара жәшіктерге жазылған дейді Владимир Путин. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.